қай халықтың да өнеріне, бейнелеуіне, мәдениетіне байыптап көз салсақ, сол халықтың әсемдік талғамы мен танымына, эстетикалық көзқарасына орай белгілі бір өнер түрінің басым дамып отырғанына көз жеткіземіз. Осы тұрғыдан алғанда ою-өрнек өнері қазақ халқының өмір тіршілігіне айрықша орын алып, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын дамып келе жатқан өнер түрі десек те болады. Жалпы қазақ халқының тұрмыс тіршілігінен ою-өрнек қатыспайтын саланы табу қиын. Ою-өрнек элементтерін біз қазақ халқының үй жиһаздары мен киім-кешегінен де, зергерлік бұйымдары мен құрал-саймандарынан да, ер-тұрман мен қару-жарағынан да молынан табамыз. Менің де бойыма қазақ халқының өнер дамып, дәріптеген асыл қасиеті әкемнің анасынан дарыған. Өз анам да киім-кешек тігіп, қиын қыстау заманда күнкөрістің қамын жасаған. Бүгінгі таңда заман талабына сәйкес түрлі ою-өрнектерді безендіріп, сәнді нақышта қолға алып, жұмыс жасап жатқаныма 10 жылдай уақыт болыпты. Алдағы уақытта өз өнерімді қыздарым бой жетіп, үйренемін дегенше шәкірттеріме үйретуді қолға алдым. Бүктедік. Бүктегеннен кейін, міне, мен қалай сыздым? Бүктеген жағымызды біз өзіміздің сол жақ бетіне қаратамыз. Я, енді дұрыс істедің. Енді мынаған қарап сыза ғой. Бұл оюдың ең қарапайым тәсілі. Бірінші басыншы сызып аламыз, оюдың басын. Өте жақсы. Міне, еңлік мен сияқты оюды, қошқар мүйіздің оюын қағазға басып шықты. Енді біз қазір қайшымен осылай қырқып аламыз. Біз жаңа қағазға қиып алған қошқар мүйізді оюымызды былай сызып шығатын боламыз. Кән сен өзің сызып шыға ғой. Үстінен басып. Міне бізде осындай екі ою шықты, және біз оны матамен оюдың шетін өстіп қырқып тастамай, тек оюдың
өзін ғана қырғып үйренеміз. Оны былай бүктеп, мына сызықпен қайшымен қырқамыз. Сол арқылы бізде оюдың сырты және оюдың іші болып екі ою шығатын болады. Міне жеңлік, енді біз жабыстырған оюымызды мынандай ақ тоқыма жіппен арасына қойсақ, яғни оюымызды одан сайын әдемі қылып көрсетеді. Және біз оны мынандай машинкамен мынау 2,5 арақашықтығы және зигзагты В тігісіне айналдырып тігіп шығатын боламыз. Зигзагпен, яғни ақ жіпті қою арқылы тігуді үйренеміз. Қазір мен саған тігіп көрсетемін және сен өзің тігіп көресің.